Қазақ жастары Абай атамыз туралы ақпаратты қаншалықты білетінін бүгін байқайтын боламыз. Егер де сұраққа жауап беретін болса, мектеп құралдарын сыйлыққа береміз. Демеушілік көрсеткен 77 микс дүкеніне алғыс білдіреміз. Кеттік. Аружан, Абай атамызды танисыз ғой? Ол кісі кім жалпы? Жазушы, ақын, философ, суретші, ақын. Бекарыс, мен сізге қазір Абай атамызға байланысты бір-екі сұрақ қоятын болам. Егер жауап берсеңіз, мынау 77 дүкенінен сізге оқу құралдарын беретін болам. Жақсы ма? Абай атамыздың шын есімі кім? Ибрахим, Абай атамыздың қанша қара сөзі бар? 5, Абай атамыздың әкесінің аты кім? Құнанбай, Болды. Құтты болсын. Абай атамыздың биыл неше жылдығы? 90 жар. Абай атамызға биыл неше жыл сонымен? 180, Абайдың туған жылы қашан? 1845. Оңай сұрақпен қанша зат ұтып алдыңыз міне. Абайдың 5 нәрсеге асық бол, 5 нәрседен қашық бол дегеніндегі қашық болып жүрген 5 нәрсесін атай аласыз ба? дұшпан, өсек, еріншек, мал саспақ. Абай кім екенін білесіңдер ма? Ақын. Ой, жарайсың. Жігіттер домбыра тартып отыр екен. Жүріңіздер, бірге қарайық. Шап! Абай атамыздың өлеңін домбырамен келтіре алсаңыздар, барлықтарыңызға 77 микс дүкенінен оқу құралдарын беретін болам. Келістік пе? Ғашықтың жарасы. Ой, керемет. Міне, ертең мектепке дайын болып барасыздар осылай. Өнерлеріңіз өрге жүзе берсін. Сіздермен біз мақтанамыз. Аман болыңдар. Жақсы, сау болыңдар.